Бәріне сәлем, құрметті алтын достарым, сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Бүгінгі видеода маникюр зияны, маникюр қауіпті емес, ол туралы айтатын боламын. Достар, келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны ұмытып кетпеңіз. Гель-лактың зияны. Гель-лактары тырнақтың ауыр проблемаларына әкелуі мүмкін. Оның үстіне мұндай маникюр тіпті қатерлі ісік ауруын тудыруы мүмкін. Бұл туралы дерматолог медицина ғалымының докторы Алия Галимова айтып берді. Гель маникюр қауіпсіз процедура деп танылғанымен, оның өзіндік зияны бар. Гель-лакты жаққан кезде тырнақ табақшасының жоғарғы бөлігі тазаланады. Бұл тырнақтың ішкі бөлігіне әртүрлі инфекциялардың түсуіне әкеліп соғады. Қыздар, бірден бір кеңесім, егер маникюр жасау керек болып тұрса, қолыңызға күн сәулесінен қорғайтын кремді жағып алыңыз және аппаратты дұрыстап таңдап алыңыз. Аппаратты және маманды дұрыстап таңдап алыңыз, тырнақ жасайтын. Және де перчатка бар, перчатканы қолыңызға киіп, басын кесіп тастаңыз маникюр жасар алдында. Жақсы маман болса, тырнақтың үстін батырып тазаламайды, ал білмейтін мамандар тырнақтың жоғарғы бөлігін тереңнен тазалайды. Бірақ қандай жағдай болмасын, тырнақтың жоғарғы бөлігіне микроб түседі, дейді дәрігер. Сондай-ақ, мұндай процедураның жеке қауіптілігі ультрафиолет сәулелерінің әсер етуі болып табылады. Яғни ультрафиолет рак тудыруы мүмкін адамда. Гельдік лакты қатыратын ультрафиолет шам меланоманы қоздырады. Меланоманы қоздырады деп атай аламыз. Мұны қазір нақты айту мүмкін емес, бірақ теориялық тұрғыдан бұл өлімге әкеліп соғады. Дәрігер жарты жылда бір рет тырнақты демалу керек екенін айтады. Өйткені тырнақ демалып қайта қалыптасу керек. Достар, қыздар әсіресе, менің өз ойым, маникюр жасамағаны дұрыс, Алланың бергенін біз өзгертпеуіміз керек. Және оның үстіне бұл зияны рак тудыруы мүмкін деп жатыр. Сондықтан да қыздарға кеңесім, маникюр жасамаған дұрыс. Мен өз басым маникюр жасап көрген жоқпын. Бұл сәндіктің сізге ешқандай пайда әкелер жоқ. Денсаулығыңызға наоборот зиян келтіріп жатыр. Осының кесірінен мүмкін рак болып қалуыңыз мүмкін, бір Алла біледі. Сондықтан да достар, қыздар әсіресе жасамағандарыңыз дұрыс, маникюрға көп жоламаңыздар. Құрметті алтын достарым, келесі пайдалы видео немесе пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сосын достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.